Ассаламу алейкум, қымбатты көрермендер, баршаңызға Алланың сәлемі мен игілігі болсын. Біз қазір Қазақстандағы бірегей ислами жоғары білім ордасы Нұр Мүбарак Египет Ислам мәдениеті университетінің жанындағы Нұр Мүбарак қорының YouTube арнасында жүздесіп отырмыз. Бүгінгі тақырыбымыз қасиетті айлардағы құлшылық. Мінекей осындай ерекше тақырыптың қонағы бұл Қазақстандағы жалпы әйелдер қауымының арасынан осы дін, ислам саласынан ең алғашқы шыққан ғалым, PhD доктор, қауымдастырылған профессор Шамшат Әділбаева ұстазымыз. Шамшат ұстаз, қош келдіңіз студияға. Қош көрдік. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху. Сізді көргеніме өте қуаныштымын. Жалпы мынау қазір бізде қасиетті айлар жүріп жатыр ғой. Ережеп, Шағбан және Рамазан айлары. Былай қарасаңыз, бұл кәдімгі әдеттегі күндер сияқты. Бірақ бұл айлардың қасиеттілігін қалай бағалауға болады жалпы? Не себепті бұл айларды ерекше бір айдарлап қасиетті деп белгіледі? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Альхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаламу аля саййидина Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Шынында қазір сондай бір Алла Тағаланың берекесі жауған ерекше бір уақыттың ішіндеміз. Жаңа өзіңіз айтпақшы, бұны біреу сезінуі мүмкін, біреу сезіне алмауы да мүмкін, қарапайым күн секілді өтіп кетуі мүмкін, бірақ бұл біз Құран аяттарынан және хадистерден білетін мәліметіміз, бұл айлар шынында өте бір ерекше айлар. Мысалы, қазір мынау Ережеп айындамыз ғой, біз қазір Ережеп айының ортасы болып қалды енді. Бұл Ережеп айы, мысалы, Құранда қасиетті 4 айдың біреуі ретінде, жалпы 4 ай айтылған, соны кейіннен пайғамбарымызда хадисінде осы қасиетті 4 айдың харам айлар деп Құранда айтылады. Бұл 4 ай пайғамбарымыз болса, сол харам айлардың қай айлар екенін бізге айтқан. Бұл харам айлар Зулқада, Зулхиджа және Мухаррам айы, және 4-шісі Раджаб, яғни Ережеп айы. Алғашқы 3 харам ай бұл үшеуі бірге қатарынан тұр. Енді Құдай қаласа Рамазан айынан кейін Шәуәл айы бар, Шәуәл айынан кейін Зулқағда айы басылады. Мысалы, сол Зулқағда айы харам ай, одан кейін келесі келетін ай Зулхиджа, біздің қажылық жасайтын, құрбандық шалатын айымыз. Одан кейінгі Мухаррам, жаңа жылдың басталатын айы. Бұл 3 ай қатарынан тұрды. Одан кейін Ережеп айы 4-ші харам ай, бірақ өзі жеке тұр, бөлек тұр. Бірақ Ережеп айында біздің халқымыз жақсы біледі, біздің қазақ халқымыз қайдан жақсы біледі дейтін болсақ, бұл көбінесе енді Рамазанға жақын тұрған ай болғаннан кейін, Рамазанды біздің халқымыз жақсы құрметтегені бар, жақсы қадірлегені бар, Рамазан туралы енді сағынып күтетіні бар. Сондықтан Рамазанды қалай қасиетті көреді, соның жанындағы айлар туралы да бізде сол Рамазанды білу арқылы да қасындағы айлар да танылып қалған біздің халқымыздың ішінде. Мысалы, Шәуәлдің 6 күні деп былай сұрасаңыз, ораза ұстайтындардың бәрі біледі. Рамазан айынан кейін келетін айды, әйтпесе бұлардың бәрі біздің өзіміздің күнделікті өмірімізде біз басқа календар қолданамыз ғой, мысалы, қазір қаңтар айы дейміз, бірақ бұл мұсылманша календар бойынша, күнтізбе бойынша көп аттарын, басқа айларды көп қолдана бермейміз, ал бірақ сол мұсылманша күнтізбенің ішінде Ережеп айын, Шағбан айды, Рамазан деген аттарды бәрі біледі былай. Бұның бәрі сол айтып отырғанымыздай Рамазанға жақындығы болғаннан кейін, соған кішкене байланысы болғаннан кейін сондай бір мәселе. Бірақ біз егер Құран бойынша қарайтын болсақ, бұл Ережеп айы тек қана Рамазан айына байланысты емес, бұның өзінің жаңа харам ай болғанына байланысты да Құранда өзіне қатысты бөлек мәлімет те бар. Ал енді бұл қандай харам ай дейтін болсақ, неліктен харам ай болды дейтін болсақ, бұны біз неліктен харам ай болғанын білмейміз. Бұл әу баста тіпті ислам діні келмей тұрып, бұрынғы діндерде де бұл харам ай болып саналған. Себебі пайғамбарымызға саллаллаху алейхи вассалам ислам діні келгеннен кейін сахабалар келіп сұраған: "Я Расулаллах, біз жахилия кезеңінде, яғни ислам діні келмей тұрған кезде, осы 4 айда біз соғыспайтын едік харам ай ретінде. Енді ислам діні келгеннен кейін қалай болады?" дегеннен кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға солай сұрақ жолдаған кезде Алла Тағаладан аят келеді. Бұл Тәубе сүресі дегі аят. Алла Тағаланың құзырында айлардың саны 12, оның ішіндегі 4-еуі харам ай дейді. Яғни харам ай ислам дініне дейін қалай 4-еуі харам ай болған болса, ислам дінінен кейін де ары қарай олар солай харам ай болып кетеді. Енді осы жерде бір нәрсені айтып жіберейін. Біз көбінесе өзіміздің қазақ тілінде харам деген кезде бір тыйым салынған,
қолдануға болмайтын, жақындауға болмайтын деген секілді сондай мағынада қолданамыз ғой. Бірақ жалпы ислам мәдениетінде харам деген кезде бұл тек қана ол мағынаны білдірмейді. Мысалы бізде харам территориясы бар, Мекке және Мәдина. Енді оларға неліктен харам деген дейтін болсақ, ол жерге басқа дін өкілдерінің аяқ басуына тыйым салынған, тек қана мұсылмандар күнә жасауға тыйым салынған, және бұл жерлерде басқа жерлердегі кейбір амалдарға да тыйым салынған. Мысалы, әсіресе қажылықтың кезінде біз ихрамға кірген қажыларымыздың бәрі ол жерде тырнақ алуына болмайды, ол жерде шашын мысалы қысқартуға болмайды, дауласуға болмайды, ұрсуға болмайды, кейбір жануарларды, жәндіктерді, тіпті ағаштың бұтақтарын сындыруға болмайды деген секілді. Яғни мысалы басқа жерде жасауына болатын нәрселерге дейін бұл жерде жасауына болмайды. Сол секілді Алла тағаланың осындай бір жерге, мекенге харам деп қойған секілді, яғни кейбір нәрселерді сол жерде тыйым салғаны секілді, уақытқа да сондай бір харам уақыттар енгізген. Бұл жаңағы айтқанымыз 4 ай. Харам деген осы 4 айды қосып бірге харам айлар деуі негізі осы жағдайдан келген. Яғни бұл айларда да бір нәрселерді жасауға болмайды. Бұл не дейтін болсақ, яғни Құранда өзі нақты айтады, соғысуға болмайтындығы. Жаңа Тәубе сүресінде бұл айда соғыспаңыздар дейді. Яғни соғысудың құрамында бұл жанжалдасу, ұрысу, бәрін сол категорияға кіргізуге болады. Тіпті осы жаңағы Тәубе сүресінде сол харам 4 ай туралы айтқан жерде Алла тағала аятта былай деп айтады: "Уәлә тазлиму фихин анфусакум". Бұл айларда өздеріңізге зұлымдық жасамаңыздар дейді. Соғыспауды былай айтады, және соның қасына тағы да бөлек бұл айларда өздеріңізге зұлымдық жасамаңыздар дейді. Ал енді Абдулла ибн Аббас радиаллаху анху сахаба осы аяттың тәфсирін жасаған кезде айтады: Алла тағала негізі қалған айларда да, мысалы ар жағында қанша 8 ай бар, 4 айдан бөлек, ол айларда да зұлымдық жасамау керектігін айтқан. Негізі зұлымдық жалпы харам. Неге бұл 4 айда тағы да бөлек айтып тұр дегенде, осы бір жағынан бұл 4 айдың ерекше ай екендігін тағы бір көрсету үшін, осы харам айларда өздеріңізге зұлымдық жасамаңыздар деп, зұлымдық жасамауды екінші қайтара тағы айтып тұр дейді. Яғни басқа айларда да зұлымдық жасамаңыздар, осы 4 айда тағы да зұлымдық жасамаңыздар. Яғни ерекше тағы да зұлымдық жасамаңыздар деуі, демек осы айлардың басқа айлардан қарағанда ерекшелігі бар екендігін көрсету мағынасында айтып тұр. Және екінші бір мағынасы дейді, бұл айларда, осы харам 4 айда адамдар егер зұлымдық жасайтын болса өздеріне, онда бұлардың күнәсі еселеніп жазылатындығы. Демек, және сол Абдулла ибн Аббастың сөзінің соңында да айтады, осы 4 харам айда егер адамдар жақсылық жасайтын болса, сауабы да еселеніп жазылады, ал егер жамандық жасайтын болса, оның күнәсі да еселеніп жазылады дейді. Себебі Алла тағала сол үшін де оны арнайы осы айларда өздеріңе зұлымдық жасамаңдар деп. Егер мысалы осы 4 айда, бұның ішінде Ережеп айы да бар. Енді осы Ережеп айында мысалы біз бір нәрсені дұрыс жасамасақ, басқа айларда оған мүмкін бір күнә жазылатын шығар. Ал бірақ Ережеп айында, мысалы сіз таң намазына тұрмай қалсаңыз, Ережеп айында ол еселеніп күнәсі жазылуы мүмкін. Намазды оқымасаңыз еселеніп жазылуы мүмкін. Немесе өтірік айтсаңыз, оның күнәсі басқа айларға қарағанда еселеніп жазылады деген бір мағынаға келеді. Енді бұл айларда өздеріңізге зұлымдық жасамаңыздар дегенде де, зұлымдықта не? Зұлымдықтың категориясына не кіреді деп қарауымызға болады. Яғни Алла тағала арнайы аятта айтып тұр ғой, осы харам айларында зұлымдық жасамаңыздар. Яғни біз осы жерден бір өзімізге сабақ шығаруымызға болады. Ережеп айында демек нелерді жасамауымыз керек? Не нәрсені жасамауымыз керек, және не нәрсені жасауымыз керек деген. Иә. Себебі бұл осындай бір харам ай болатын болса, жаңа Абдулла ибн Аббастың радиаллаху анхудың айтуы бойынша бұл айда жақсылықтар еселеніп жазылып, күнәлар да еселеніп жазылатын болса, демек біз жақсылықтарды жасауға одан сайын ынталануымыз керек та. Амал дәптерімізді толтырып алуға тырысуымыз керек осы айларда, себебі оның сауабы еселеніп жазылатын болса. Ал күнә нәрселерден де барынша қашуымыз керек, себебі күнәларда еселеніп жазылатын болғандықтан. Ал енді зұлымдық жасамаңыздар дегенде, бұл зұлымдық дегеніміз не деп ғалымдарды айтқан? Жалпы зұлымдықтың мағынасын бізде ислам дінінде былай деп берген: кез келген нәрсені өзінің орнында қолданбау зұлымдық дейді. Өзінің орнына қоймау зұлымдық дейді. Мысалы
жалпы отбасылық өмірімізде қарайтын болсақ, сіздің үйіңізде мысалы отбасыда кішкентай бала бар дейік, сол кішкентай балаға сіз бүкіл үлкен адамның жауапкершілігін мойнына артып қоятын болсаңыз, онда ол сол кішкентай балаға зұлымдық болып саналады. Себебі ол кішкентай баланың өзінің бір сол жастағы өзіне тән лайықты ғана өзінің жұмысы бар, өзінің атқаратын нәрсесі бар, өзінің өміріне қатысты. Сол секілді қазір біздің қазақ отбасыларында мынандай жағдай да бар. Баласы 30-ға келіп жатыр, 40-қа келіп жатыр, үйленіп жатыр, бірақ әке-шешесінің алдында әлі көзінде кішкентай бала секілді әлі еркелетіп отырады, әлі оған ешқандай жұмыс тапсырмайды, ойбай оған тиіспеңдер деп отырады. Мысалы 30-ға келген балаға сіз әлі кішкентай бала секілді қарайтын болсаңыз, ол да оған зұлымдық болып саналады. Себебі сіз оны неге итермелеп отырсыз? Жауапкершіліктен қашуға, жауапкершіліктің мойнына алмауға, жауапкершілік деген нәрсенің не екенін оған көрсетпей, білдірмей, сездірмей, жауапкершіліктің мойнына артпағандықтан ол бала не істейді? Бұның бір жағынан да мынандай бар сияқты, мысалға балаға қатты өбектеп, оған барлық соны неден сырттан несінен өзім қорғаймын деп, бұл жауапкершіліктен бұл бір, екіншіден бұл жерде ең бастысы, яғни Құдайға да бір күмән келтіру секілді мысалға деп ойлаймын. Яғни өзін Құдай сезім кету секілді көрінеді былай. Өйткені былай шындығын айтқанда біздің ата-бабаларымыз дұғасын жасаған, ақ қараны ажыратып, мысалға мінекей мына барлығын түсіндіріп, сосын енді Аллаға тапсырған ғой. Аллаға тапсыра білген. Ал жаңағыдай барынша өбектеу, ол да бір Аллаға тапсыра алмаудың бір көрінісі секілді. Бәрін мен өзім істеймін, өзім бұл өмірімде мен толығымен өзім ғана барлығын, мен дұрыс жасасам бәрі дұрыс болады, мен дұрыс жасамай қалсам мен бақытсыз болып қалам, өмірімді тек қана өзім басқарам. Біздің өмірімізді біз өзіміз ғана басқарып отырған жоқпыз ғой, Алла тағаланың басқаруында негізі біздің өміріміз. Алла тағаланың басқаруын бір шетке қарай ысырып қойып, адам тек қана мен өзім, барлық нәрсе өзіме ғана байланысты, өзім ғана басқарам, өзім өміріме өзім иемін, өзім патшамын өзім өмірімде деген секілді, өзінің өмірінің ішіндегі адамдарға да солай қарау, барлығы иелік жасап алу. Яғни мынау балам үшін мен бәрін мен жасауым керек, мынау баламды мен осылай етсем жамандықтан қорғаймын, былай етсем, бір жағынан қарағанда жаңа сүйіспеншілікте де дұрыс емес орында қолдану ғой. Сүйіспеншіліктен туындайды дейді, бірақ бұл бір жақсы сүйіспеншілік емес. Яғни бұл да біздің әлі руханиятты дұрыс танымауымыздан, көп нәрсені біздің білімсіздігіміздің бір көрінісі деуге болады. Негізі біз өмір философиясынан кішкене көбінесе адасып кете береміз. Әсіресе қазіргі кезеңде, жаһандану кезеңінде басқа сырттан келіп жатқан мәдениеттер келіп жатыр. Одан кейін дәстүрімізден кішкене ажырап қалып жатырмыз, дәстүрлі тәрбиеміз көп қолданыла бермейді. Сондай жағдайларда адамдар нені ұстанып, нені ұстанбайтынын білмейді да, құндылықтардың орнын ауыстырады. Осы жерде бір қызық сұрақ, мына биылғы жағдай, мысалы 2025 жыл, енді қанша дегенмен біз бұл күнтізбеге де бағынамыз ғой. Соның ең алғашқы күні Ережебаймен басталды деген секілді, бұны да бір жақсылыққа балап жатқанда жағдайлар бар, немесе оны тіпті оған қатысы жоқ деп елемей, жаңағы солай да жасап жатқандар бар. Ал осыған сіз не айтар едіңіз? Жалпы осындай сандармен сәйкестік келуі, оған ерекше мән берудің қажеті бар ма жалпы? Негізі біз әр күнімізге ерекше мән беруіміз керек қой. Ол 2025 бірінші қаңтарда мен нені де қарадым, календарда қарадым. Шында биыл Бәрат түні 13 февральға түсіп тұр екен мысалы. 13 ақпанға. 13 ақпан, 14 ақпанға қараған түнге түсіп тұр екен. Бізде көбінесе жаңағы не деп тойланатын еді, жастардың арасында бір махаббатқа байланысты, Валентин күні деген секілді. Бірақ біз енді сол уақыттарда жастарымыз сол түнді құлшылыққа арнап жатса қандай керемет. Өздерінің бұл өміріне де, ақыретіне де пайдалы болатын бір мәні бар уақыт болатын еді енді. Бірақ бұны Алла тағала арнайы сол уақытқа келтіріп жатыр ма, жоқ, бұдан бір байланысы бар ма, жоқ па енді, ол тек қана Алла тағаланың құзырындағы іс. Біз әрине Алла тағаланың хикметтерін бәрін қамти алмаймыз, біліміміз оған жетпейді. Бірақ бір жағынан біз мынаны біздің енді санамыз жететін жері 25 жыл шында сонда бір әдемі күнмен басталып жатыр ма? Енді сол күннің әдемілігімен жылдың соңына дейін соны жалғастырсақ, Құдай қаласа, жақсы ниетте, жақсы ойда, жақсы амалда болып жылымыздың соңына дейін жалғастыратын болсақ, нұр үстіне нұр әрине. Жалпы бұлай да қарауымызға болады. Мысалы, біз қазір Ережеп айындамыз ғой. Былтыр осы қазір Ережеп айында болып жатқандардың бәрінің басынан былтыр Рамазан айы да өтті. Былтыр Рамазан айын аман есен өткіздік.
енді алла тағала нәсіп етіп биылғы ережеп айына да аман есен жетіп тұрмыз. Демек осының өзіне біз үлкен бір шүкіршілік жасауымыз керек та. Себебі былтырғы Рамазаннан бері биылғы ережепке жетпей қалған қаншама адам болуы мүмкін. Биылғы ережепті көрмей былтырғы Рамазан олардың өмірінің соңғы Рамазаны болған болуы мүмкін. Сондықтан біз енді қазір ережеп айына жетіп жатырмыз. Пайғамбарымыздың да саллаллаху алейхи вассалам хадисі бар ғой. Ережеп айын және Шабан айын маған бізге берекетті ете көр, Рамазан айына да аман есен жеткізе көр деп. Иншалла Алла тағала алдымыздағы Рамазан айына да аман есен жеткізсін. Құдай қаласа, бірақ біз жаңа айтқанымыздай Алла тағаланың әр уақыты біз үшін өте құнды. Себебі оны Алла тағала бізге сый ретінде беріп отыр. Сондықтан ережеп айы да мүмкін біздің өміріміздегі соңғы ережеп те болуы мүмкін. Бірақ Алла тағала қазір мені соған аман есен жеткізіп тұрғаны үлкен сый деп қабылдауымыз керек. Осы арада мысалға осыған дейін мысалға ережеп бұл Алланың айы, Шағбан менің айым, ал Рамазан үмметімнің айы деген мағынадағы осыны хадистеп көп қолданылып келген де жағдайлар болды. Ал жалпы бұның жаңағы хадис емес екендігі жалған сондай белгілі болғанына қарамастан, былай қарасаңыз, бұл даналардың бір бұл айтқан мүмкін солардың ба сөзі ме, яғни онда бір адамдарды құлшылыққа бір құлшындыру секілді көрінеді. Сіз не айтар едіңіз осыған байланысты? Негізі мағынасы өте жақсы сөз деп айтуға болады. Енді біздің халқымыз осы уақытқа дейін қанша қолданып келді, соны айту арқылы да көп уағыздарда қанша айтылды. Бұл жалпы мағынасында ешқандай қателік жоқ. Мағынасы жалпы осы 3 айдың өзінің логикасына да келетін бір сөз ретінде қарауымызға болады. Неліктен дейтін болсақ, жаңа өзіңіз айтқандай ережеп айы Алла тағаланың айы дегенімізде, бұл қалған айлар да барлығы Алла тағаланың айы, кез келген ай Алла тағаланың айы. Сондықтан соның ішіндегі ережеп айы да Алла тағаланың айы. Енді бұл жерде тағы да ғалымдарымыз неліктен олай айтты екен дегенде екінші бір жағы да бар секілді. Алла тағаланың жаңа харам ай ретінде ережеп айын, мысалы 4 харам айдың біреуі ережеп айы дедік қой. Алла тағаланың соны ережеп айының харам айдың қатарына қосуы, харам ай етіп өзінің тағайындауы, белгілеуі, демек бұл Алла тағала бұл айға өзі ерекше бір мән беріп тұрғандығын көрсетеді. Және қасиетті айдың үшеуінің қатарына қосуы, жоқ, енді қасиетті 3 ай деген сөзде негізі хадисте еш нәрседе жоқ. Ол жалпы мұсылман халықтарының арасындағы сондай тіркес ретінде қалыптасып кеткен сөз деп айтуға болады. Себебі ережеп айы шынында жаңа харам айдың біреуі болғандықтан өте қасиетті. Шабан айы Рамазанның тура көршісі болып тұр, және Шабан айында пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам Рамазанға кәдімгідей дайындала бастағандығын біз оның өмірі туралы келген мәліметтерден білеміз. Шабан айы келгеннен бастап пайғамбарымыз мүлдем басқаша халге енетін, Айша анамыздан келген қаншама риуаяттар бар. Және ар жағында Рамазан айы бұл шынында Құран түскен ай, пайғамбарлықтың, ислам дінінің басталған айы, өте ерекше ай. Сондықтан бұл 3 айды да жалпы мұсылман халықтары біріктіріп қасиетті 3 ай деп кеткен негізі. Әйтпесе Құранда немесе хадисте бұл ерекше осылай 3 айды қосып бірге айтқан онда бір сөздер жоқ, бірақ жаңағы сіздің айтқан сөзіңіздегі секілді бұл жерде де ешқандай қателік жоқ деп айтуға болады. Мысалы қасиетті 3 ай десек те оның бір жаңылыс нәрсені айтпаймыз негізі. Мағынасы дұрыс деп айтуға болады. Себебі 3 айдың да өзінің бір ерекшеліктері бар. Ал енді жаңа хадис деп халықтың ішінде көп қолданылған сөзге келетін болсақ, ережеп айы Алла тағаланың айы дегенімізде, ережеп айының сондай бір ерекшелігі оның бір харам айы болуы, және оны да Алла тағаланың өзінің солай харам айы ретінде тағайындауы, белгілеуі біздің күнтізбемізде. Ал енді Шағбан айы пайғамбарымыздың сөзінен айттырып жаңағы Шағбан айы менің айым дегені пайғамбардың айы екендігі жаңағы сөздің ішіндегі, бұл да оған да келеді мағынасы. Себебі Шағбанда көбірек ораза тұтқандығы. Пайғамбарымыздың Рамазаннан кейін. Айша анамыз айтқаны бар. Пайғамбарымыздың Рамазаннан кейін Шағбанда ораза ұстаған секілді басқа айда ораза ұстағанын көрмедім деп. Яғни пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам ерекше, тіпті кім Усама бин Зайд радиаллаху анху сахаба келіп пайғамбарымыздан саллаллаху алейхи вассалам сұрайды: "Я Расулаллах, сізді осы Шағбан айында көп ораза ұстағаныңызды көрдім" деп. Тағы бір риуаят, мысалы сол Усамадан келген, Айша анамыздан келген риуаяттан бөлек. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бұл айдың сұрағында айтады: "Бұл айдың сонда бір ерекшелігі бар ма?" дейді. Неліктен сіз көп ораза ұстап жатырсыз дегенде, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: "Шағбан айы ережеп айы мен Рамазанның ортасында халықтың назарына ілінбей қалды" дейді.
демек ережеп айы бұрыннан харам ай болғаннан кейін адамдардың назарына ілінбей қалды дейді. Адамдар деп тұрған сахабалар енді. Сахабалар ол ережеп айын бұрыннан ислам дініне де харам ай деп білгендіктен, ислам діні келгеннен кейін де оны ол айда жаңағы айтқанымыздай күнәға, енді сахабалар онсыз да күнәдан қатты сақтанды, сауап істер жасауға барынша талпынды ғой, жақсылық жолда жүруге. Бірақ соның өзінде барынша сақ болуға тырысқан ережеп айында мысалы сахабалар. Рамазан айында онсыз да оразасы бар, жаңа Құранның түсуі бар деген секілді Рамазанды олар бір үлкен бір мейрам ретінде көрген. Сондықтан оған да қатты мән берген. Сонда ортасында Шабан қалып кетпесін деп пайғамбарымыз да сол Шабанға қатты назар аударып, сол Шабанда көп нәрселерді жасауы, пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам оразаны көп ұстауы деген бір хадисінде солай келтіреді. Яғни ережеп пен Рамазанның ортасында назарға ілінбей қалған ай болғандықтан мен осы айды көп ораза ұстаймын деп. Енді Рамазан айы жаңа сөздің соңында бұл үмметімнің айы дегені пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам деп солай айтты деп келетін. Бұл жерде де ешқандай қателік жоқ. Мағынасына қарайтын болсақ қателік жоқ деп айтуға болады. Себебі пайғамбарымызда Алла тағала да айтады хадисте, пайғамбарымыздан жеткізген хадисте Алла тағала бұл Рамазан айындағы сауаптарды, оның сауабын тек қана мен білемін деп айтатыны. Демек, құлыммен арамыздағы сыр деп оразаның өзі. Демек, Алла тағалада былай қарағанда пайғамбарымыздың үмметіне барынша молынан сауап жазатын бір ай ретінде Рамазанды көруімізге болады. Сондықтан да жаңағы 3 айды осы сөздің ішінде осылай жіктеп бөліп көрсетуінде ешқандай бір терістік жоқ, қайшылық та жоқ деп айтуымызға болады. Шын мәнінде бұл жаңағыдай жалпы қарапайым халықтың босаңсып кетпеуіне, келе жатқан Рамазанға ерекше бір дайындықпен жұмылсын деген ниетпен бұл кәдімгі ғұламалардың да ғалымдардың да бір ынталандыру секілді. Әрине, ғалымдардың да өздерінің өмірлік тәжірибесінен, кейде өздерінің білімдерімен айтқан қаншама сөздер бар. Мысалы осы ережеп айы туралы да бір табиғиннің айтқан сөз бар, Абу Катада деген. Айтады, бұл пейіште, яғни жәннатта ережеп айында ораза ұстаушыларға арналған бір өзен болатыны айтылады. Мысалы, бұны ғалымдар айтады, осы ережеп туралы келген мәліметтердің ішіндегі ең дұрыс мәліметтердің біреуі осы дейді. Ал оны мысалы пайғамбарымыздың хадисі емес бұл. Бірақ ғұлама айтып тұр. Демек, ол да өзінің бір біліммен, өзінің бір мүмкін хадистерден шығарған, немесе Құран аяттарынан шығарған, өзінің сондай бір хикметтерінен шығарған бір білімі болуы мүмкін. Сол секілді жаңа айтылған сөзде сондай бір білімнен туындаған сөздер болуы мүмкін. Мағынасында қайта керісінше халықты осы айларға барынша назар аударуға, осы айларда ерекше деп қарауға бір талпындыратын, соған шақыратын бір сөз деп қарауға болады. Жалпы енді осы айлардағы құлшылық мәселесіне келетін болсақ, осы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның ең көп ораза тұтқаны негізі Рамазан айы екендігі ол бастан аяқ. Бастан аяқ. Ал бірақ кейде мен жалпы өмірден байқағаным, өзім мысалға бізде кезімізде бір Айтұрсын апай деген ұстаз болған, 100-ге дейін өмір сүрді, мысалға жатқан жер жайлы болсын. Сол кісі біз ес білгенде қашан көрсек қыстың күні үзбей ораза тұтатын. Ол кісі әкесі молда болды мысалға да. Былай қарасаңыз, ол қалай, мысалы кейбіреулер бар, үзбей ораза тұтатын. Яғни Рамазан болмаса да басқа кездері мысалы күнделікті үзбей тұтуы. Мысалға ең абзал ораза басқа күндері, мысалға ережеп болсын, шағбан болсын, Дәуіттің оразасы дейді ғой, яғни күнара немесе бейсенбі күндері деген. Осыған сіз не айтасыз, мысалға құлшылық мәселесінде, немесе үзбей ораза тұту Рамазаннан бөлек кезде? Негізі жалпы мынау осы ережеп айы басталғаннан бастап та адамдар көп ораза ұстай бастайды ғой. Кейбіреулер тіпті осы 2 ай бойы Рамазанға бір дайындық ретінде 2 ай бойы үзбей ораза ұстайтындар да бар. Ол бұрыннан да солай мұсылмандардың мәдениетінде көп кездескен жағдай. Осы 2 айды оразамен, толық 2 айды оразамен өткізгендер де көп болған. Бірақ пайғамбарымыздың біз сүннетінен оны көрмейміз. Пайғамбарымыздың сүннеті бойынша ережеп айында да ораза ұсталған, бірақ Шабанда әсіресе көбірек ұсталған, бірақ толық бір ай ұсталмаған. Толық бір ай бұл тек қана Рамазанда ұсталған пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам сүннеті бойынша. Ал бірақ пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам сүннеттерінде қарайтын болсақ,
жаңағы ораза ұстауға қатысты хадистерінде қарайтын болсаңыз, толық бір айды ораза ұстау сіздерге харам деген ешқандай сөз жоқ. Сондықтан да егер шамасы келетін адамдар болатын болса, күн қысқа кезде мысалы ораза ұстай беруіне болады, қатарынан күндерден бірнеше күн қатарынан немесе бір ай қатарынан да ораза ұстай беруге болады. Сол секілді кафарат оразасы бар мысалы, 60 күн қатарынан ораза ұстау бар кафараттарда. Кафараттарда қатарынан 60 күн ораза ұстау дегеніміз, бұл демек адам оны ұстай алады деген сөз да. Егер оны тек қана кафарат ретінде емес, жалпы өзі Алла тағалаға жақындау мақсатында болатын болса, ұстай беруіне болады, бірақ оны бір сүннет деп қарамау керек та. Себебі сүннетте ондай нәрсе жоқ. Пайғамбарымызға да сахабалардың оқиғасы бар ғой. Бір сахаба айтады, мен түнім, бұдан кейін түндерім бәрін тек қана тахаджудпен өткіземін дейді, біреумен күндіздерімді тек қана оразамен өткіземін дегенде пайғамбарымыз оларға ескерту айтады. Мен Алла тағаланы ең жақсы білетін араларыңда менмін, бірақ мен ұйықтайтын да кезім болады, намазда оқитын кезім болады, тахаджудке тұратын. Менің ауыз ашатын да кезім болады, кейбір күндері ораза ұстамаймын, кейбір күндері ораза ұстаймын деп. Сондықтан сүннетін осылай көрсеткен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Бірақ бұл сол сахабаларға айтқанын, демек барлық адамға шамасы жетпейтін немесе өзін өзі қинауға, бізде дінімізде ешқандай қиындық жоқ. Бәрін дініміз жеңілдетіп берген негізі. Шамасы келмейтін адамдар оған былай тыраштанып, ойбай біреулер ұстап жатыр екен, бізде бір ай бойы ораза ұстаймыз дейтін болса, ол қайта керісінше өзіне бір, жаңа айттық қой, зұлымдық болады. Бірақ дегенмен болады, мысалға да адамда ықыласы болады. Мысалға оразаға деген ықыласы ерекше, яғни Рамазанның рухын сезіну үшін басқа кездерде ораза тұтайыншы деген секілді. Сөйтіп, мысалға үзбей тұтатын болса, оның шамасы келеді бір жағынан. Үзбей тұтса, бірақ қарасаңыз сүннетте олай айтпады деп нақты өзіңіз де айтып отырсыз. Ал солай өзіне қалай десек болады, Алла тағала сіздерге жеңілдік қалайды, ауыртпалық қаламайды деген аят бар ғой. Мінекей осыған келген кезде адам өзі сондай қиындыққа ұмтыла беруі бұл қаншалықты? Әрине, ол кейде мынандай да жағдай болуы мүмкін. Кейбір адамдар осы ереже байы басталғаннан бастап құлшынып, мен ананы істеймін, мынаны істеймін деп артығымен кейбір нәрселерді жасап келіп, ереже байында, шабан айында, Рамазанға келгенде еш нәрсеге шамасы келмей қалуы мүмкін. Рамазанға келгенде ол шаршап қалуы мүмкін. Сондықтан да тіпті Рамазанға жақын қалған кезде, тіпті шабанның соңғы күндерінде пайғамбарымыз ораза ұстамаған, саллаллаху алейхи вассалам. Неліктен? Себебі Рамазанның күнінің басталғанын нақты басқа адамдардың көріп білуі үшін. Себебі егер шабанда ұстап жатқан оразасы Рамазанмен қатар арғай жалғасып кететін болса, қай күні Рамазан басталғанын адамдар білмей қалуы мүмкін еді. Сондықтан шабанның соңғы күндерінде пайғамбарымыз ораза ұстамаған. Рамазанның басталғанын адамдар сол арқылы да жақсы нақтылаған. Енді бірақ біз жаңа пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам сүннетінде шабанда көп ораза ұстағаны бір жағынан Рамазанға дайындық деп те қараған ғұламалар болған. Солай хадиске анализ жасаған кезде, сүннетке анализ жасаған кезде, яғни пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам Рамазан айына солай бір дайындық жасағаны, бұны сүннет деп қабылдап, шабан айында көбірек ораза ұстауды солай баға берген, Рамазанға дайындық ретінде. Ал енді бірақ шамасы келетін адамдар жаңа айтқанымыздай үзбей ораза ұстаймын дейтін болса, оған да дініміз толығымен тыйым салмаған, харамға санамаған оны. Ал енді шамасы келмейтін адамдар солай жасаса, керісінше қайта оларға өздерінің Алла тағаланың берген аманатына қиянат жасау болып саналуы мүмкін. Яғни бұны адамдардың жағдайына қарай да біз бағалауымызға болады. Мысалы, жақсы үлкен адам олай жасай алмауы мүмкін. Жас адам, жап-жас жігіт мысалы ораза ұстауда қиналмауы мүмкін. Әр мезгілге де қарай. Мысалы, пайғамбарымыздың да саллаллаху алейхи вассалам хадисі бар. Қыс мезгілі бұл мұсылманның көктемі, себебі күндіздері қысқа ораза ұстауға ыңғайлы, түндері ұзақ құлшылық жасауға ыңғайлы дейді. Сол секілді қазір қыс мезгілі болғандықтан күн қысқа болса, оразаны көбірек ұстаймын. Сол арқылы Алла тағалаға одан сайын жақындаймын, өзімнің нәпсіме солай тәрбие беремін деген адамдар болатын болса, әрине оған бір дініміз тыйым салмайды еш уақытта. Бірақ пайғамбарымыздың айтқан сүннеті бойынша ең жақсысы жаңағы Рамазаннан басқа айларда толығымен бір ораза ұстау емес, сүннеті Рамазанда ғана толық ораза ұстап, қалған айларда оразаларды көбірек ұстау.
жақсы. Жалпы енді бұл айларда қандай құлшылық жасаған абзал дегенге келетін болсақ, айта беретін нәрсе көп қой. Ал енді осы арада мысалға біз өзіміздің еліміздің ерекшелігіне қарайтын болсақ, мысалға діннен бейхабар, бірақ Аллаға деген жүрегі ашық, жүрегі таза, бізде өзімізде кәдімгі қара көздеріміз өте көп, Аллаға шүкір. Және олар мысалға мешітке барып садақа беріп немесе Құран оқытса, бір үлкен кәдімгідей сауап іс жасағандай өзін сезінеді. Мысалға менің өзім кезінде діндар ата әжелерімді көріп өссем де, мысалға мешітті ол кезеңде енді Алматыға келгенде көрдім. Мәселен, сөйтіп Алматыға мешітке барып садақа беріп Құран оқытқанда өзімді керемет сезінетінмін. Мысалға сондай сезімде қазірде жүрген, мысалға діннен әлі бейхабар жандар өте көп қой. Енді осыған сіз не айтар едіңіз? Мысалға әсіресе әйел адамдар, мысалға кейбір мысалы дін жақсы ұстанатын аймақтарда, мысалға өзге елді айтпағанның өзінде, осы Тараз өңірінде, мысалға Дұңған мешіттерінде мысалы қарасаңыз, әйелдерге арналған бөлімдер ондай жоқ. Мысалға да арнайы бөлімдер, яғни әйел адамның мешіті, үйі деп аталады. Енді әйел адамдар не істеу керек? Мешітке барып, мысалға садақа беріп, немесе Құран оқытқан деген секілді осындайға келгенде неден бастау керек? Енді жаңа айттық қой, мысалы тіпті мынау Ережеп айының өзінде жасаған жақсылықтарыңыздың бәрі еселеніп жазылады, жасаған күнәларыңыз, қателіктеріңіз болса, олардың да күнәсі еселеніп жазылатындығына қатысты. Шағбан айы да сондай бір ай деп қарауымыз болады, себебі пайғамбарымыз да Шағбан айға ерекше мән бергендіктен. Рамазан айының біз сауабы қаншалықты еселеніп жазылатынын тіпті ешқайсымыз білмейміз. Демек, осы 3 айдың ішінде біз осы жақсылықтарымызды барынша арттыруымыз керек. Бұл жақсылықтардың ішіне не жатады? Мысалы, жаңа Тәубе сүресінде 4 харам ай туралы айтылған жерде бір мәселені айта кеттік қой, өздеріңізге зұлымдық жасамаңыздар деген. Сол мәселеде осыған да біз қатты мән беруіміз керек. Біз осы айларда, Ережеп ай болсын, Шағбан ай болсын, Рамазан, одан кейінгі айларда да біз барынша бірінші орында жамандықтардан қашуымыз керек. Бұл күнә жасалатын нәрселер, өз-өзімізді бір есепке алуымыз керек жалпы қарағанда. Тіпті біздің қазір қазақ қоғамында, отбасыларында, мысалы, күйеуі әйелін қор көретін, неше түрлі дөрекі сөз айтатын, сол арқылы көңілін қалдырып жатқан жағдайлар өте көп, отбасыларда. Қазір өзімізде қыз-келіншектермен араласып жүргенде сондай проблемаларды көп естіп жатамыз. Ал пайғамбарымыздың бір хадисінде айтады, адамның көңілін қалдырған адам бір қағбаны қиратқан секілді. Демек, осындай нәрселерге біз есеп беріп бастауымыз керек бұл айларда. Өз-өзімізді дұрыстауға, себебі сіз ертең Рамазан келе жатыр. Рамазанда барынша Рамазанның бүкіл жақсылығынан пайдалану үшін сіз жақсылыққа барынша ашық болуыңыз керек қой. Жақсылыққа ашық болсаңыз ғана оның жақсылығынан пайдалана аласыз. Ал ол жақсылыққа ашық дегеніміз біздің тұла бойымыздағы бірінші орында жамандықтарды бірте-бірте шығарып, оның жамандық екенін мойындап, солай дайындықпен бастауымыз керек. Мысалы, жаңа қазақ отбасылары деп жатырмыз ғой. Шынында қазір мысалы зұлымдық мәселесі осы біздің отбасыларымызда өте көп. Біздің өзімізде де, мысалы, қасымыздағы адамдарды дұрыс бағаламасақ, оның өзі зұлымдық. Ене мысалы келіннің бір адам ретінде емес, құл ретінде қарайтын болса, үйінің келген бір тегін қызметшісі секілді қарайтын болса, ол да бір зұлымдық. Ал келін де енесіне жаңағы сол үйдің бір анасы секілді емес, артық адам секілді қарайтын болса, ол да оның зұлымдығы. Біз енді жалпы осындай бір адамгершілік мәселелерден бастауымыз керек та бұл айларда. Сол нәрселермен бастап өз-өзімізге есеп беруіміз керек. Менің қай жағым дұрыс? Кейбіреулер 5 уақыт намаз оқыдым, менікі бәрі дұрыс деп ойлауы мүмкін. Сіздің ол оқып жатқан 5 уақытыңызды мына жақта қанша жамандықтарыңыз жауып тастауы мүмкін да. Сондықтан осы айларда, әсіресе Рамазанға жақын қалған уақыттарда біз барынша өз-өзімізді есепке алып, осы жамандықтардан бірінші орында арылуға тырысуымыз керек. Екінші мәселе, әрине, жақсылықтарды арттыру мәселесінде сіздің барлық жақсы ниеттегі жасалған нәрселеріңіздің бәрі жақсылық. Оның ішінде өзіміздің шариғатта айтылған мәселелер, мысалы 5 уақыт намаздарымыз бар ма? 5 уақыт намаздардың қасында нәпілдерімізді арттырып, мүмкін болып жатса, одан кейін жаңа оразаларымыз, пайғамбарымыздың сүннетінен білеміз, оразаларымызды арттырып, былтырғы Рамазаннан қалған қазалары болуы мүмкін. Сол қаза оразаларын ұстап, нәпіл оразалар ұстап деген секілді. Және жаңа өзіңізді айтқандай, шынында садақа. Себебі
Құран кәрімде тіпті қайтыс болайын деп жатқан адамның жанын алайын деп жатқандағы айтқан сөзі де айтылады. Мені қайтадан шамалы кері қайтаршы, садақа берушілерден болар едім дейді. Сонда адамның жанын Әзірейіл періште келіп алайын деп тұрғанда, адамның ең басты өкінетін нәрсесі осы болып тұр ғой. Мені шамалы кері қайтаршы, мен бала шағыммен бір бақұлдасып алайын, анау қызымның бетін сүйіп алуым керек еді, оны қысып құшақтап алуым керек еді, немесе ана бір үйде холодильникте тұрған затым бар еді, соны дұрыс орнына қойып кетуім керек еді, немесе мына бір жазылмай қалған нәрсем бар еді, соны бітіріп кетуім керек емес. Қарасаңыз, Алла тағала неліктен ол жерде садақаны айтып тұр? Себебі адамның уже көзінен перде ашылған кезде, ажал келіп, нағыз ақиқатты көрген кезінде, оның ең басты өкінетін нәрсесін Алла тағала солай жеткізіп тұрды. Садақа берушілерден болатын едім деп. Демек, бұл жерде біздің өмірімізде садақаның өте маңызды екенін көруімізге болады. Біз енді пайғамбарымыздың қаншама хадистері бар ғой, садақаның басқа келейін деп тұрған бәле бәтерді кері қайтаратындығы, садақаның өзі негізі біздің Алла тағаланың алдында шынайылығымызды көрсететін бір нәрсе. Садақа деген сөз ешқандай ақшамен байланысы жоқ. Сөздің өзінің мағынасын қарайтын болсаңыз, немесе сіздің беретін бір материалды нәрсеңізбен де байланысы жоқ. Садақа ол шынайылық дегенді білдіреді. Сондықтан сіз бір құрма бердіңіз ба садақаға, немесе 1 миллион теңге бердіңіз ба, шынайылықпен берсеңіз, ол Алла тағаланың құзырындағы ең сіздің нағыз мұсылман екеніңізді дәлелдейтін нәрсе. Ал бірақ енді осы айларда біз сол нәрсемізді одан сайын барынша дәлелдеуге тырысуымыз керек. Садақа, жаңа сіз өзіңіз айттыңыз ғой, мешітке барып адам садақа берсе өзін жақсы сезініп қалады деп. Ол негіз адам психологиялық жағдайында бар. Себебі адам бір жақсылық жасағанда, негіз біз жақсылық жасау арқылы бақытты боламыз ғой. Жақсылық жасағанда адам өзін өте жақсы сезінеді. Қазір керісінше батыстың психологиясы бойынша кейбір адамдарымыз мынандай нәрсеге үйретіп жатыр да. Бірінші орынға өзіңіз шығарыңыз, өзіңізге жасаңыз, өзіңізге арнаңыз бар нәрсені, қалғандар содан кейінгі орында деп та. Ал ол адамды бақытқа алып келмейді. Бақытқа алып келетін нәрсе сіздің басқаларға жақсылық жасауыңыз. Сол нәрсені біз көбінесе садақа арқылы жасаймыз. Сондықтан бізді садақа берген сайын бізді бақытты ете береді негізі бұл. Осы сөзіңіздің аузыңызда жалпы осы садақа мәселесінде біз қазақ халқына қарап отырсақ, қазір енді әлеуметтік желіде бәрін байқаймыз ғой. Біздің халық шын мәнінде садақа беруге өте ашық деуге болады. Біреу мысалға жақсы сөйлеп, ол жаңағы ойбай мынаған көмектесейік, өйтейік, бүйтейік десе, ана бәрі кәдімгідей осы үйлі болсын, мынау бірдеңе болсын деп садақасын үйіп төгіп жатады. Ал бірақ ана жердегі адам ол кім? Ол жаңағы ар жағында ол шын мәнінде садақа беруге лайықты ма, әлде ол алаяқ па деген секілді. Осы халықтың осы сенімін пайдаланып алаяқтық жасап жатқандар да өте көп. Ал енді осындай кезеңде, осындай ақпараттық жан-жақтан шабуыл күшейіп тұрған кезеңде, мысалға адам садақаны бергісі келеді, оның қайда бергені абзал? Мысалға шынында қазір былай қарайтын болсақ, өте жақсы уақыт деп те айтуымызға болады, бірақ бір жағынан қорқынышты да уақыт деп айтуымызға болады қазіргі кезеңімізді. Себебі ақиқат пен батыл нәрсені, дұрыс емес нәрсені адамдар ажырата алу өте қиын кезең қазір. Біреу сөзін айтады, сіз оның сөзіне сеніп қаласыз, алаяқ болып шығады. Бұрынғы кезеңде тіпті сондай бір кезеңдер болған, адамдардың садақасы көшеде тұратын болған. Кімге керек, сол мұқтаж адам сол жерден алатын болғанда, сол алып кеткенде де ән жерде садақада қалатын болған. Ал қазір сіз көшеге бір нәрсеңізді қалдыруға, қазір қалдырсаңыз артынша жоқ болады. Ол қалтаңдан өзін тартып алып кетеді, ұрлап кетеді деген секілді. Яғни сондықтан қазіргі кезеңде шынында ақиқат пен өтірікті, дұрыс емес нәрсені ажырату өте қиын. Осындай кезеңде біз барынша дұрыс іздестіруіміз керек. Шынында ақиқат қайсы, қай жерлер дұрыс болады садақа берсем. Ал енді пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам хадисінің өзінің ішінде әсіресе садақаның түрлері айтылған кезде сауабы жалғаса беретін садақа туралы айтылған. Бұл тіпті адам қайтыс болғаннан кейін үздіксіз жалғасатын. Яғни қайтыс болғаннан кейін барлығының амал дәптері жабылады, бірақ мына 3 адамның амал дәптерінде сауаптар жазылу жалғаса береді дейді. Бұл қандай адамдар дегенде, жаңа көпшіліктің пайдасына, жария садақа, көпшіліктің пайдасына жасалған бір жақсылықтар. Мысалы, сіз мектеп салдырсаңыз, аурухана салдырсаңыз, соған үлес қоссаңыз, сол секілді біздің білім ордаларына бір үлес қоссаңыз, бұлардың бәрі көпшілік пайдаланатын жерлер болғандықтан, және бұл халықтың игілігіне арналған жерлер болғандықтан, бұлардың сауабы тіпті пайғамбарымыздың айтқандай ақыретте де,
сіз қайтыс болсаңыз да сіз оны әлі жасап жатқан секілді сізге сауаптар жазыла беретін сондай бір садақа. Ал енді жаңа ең дұрыс жерлерді таңдау, қазіргі кезеңде бұған біз ақылымыз бар, қазір білімге қол жетімді білім өте. Сондықтан сол білім арқылы, ақылымыз арқылы біз іздестіруіміз керек. Шынында бұл қай жерлерге бергеніміз жақсы деп. Сол беретін жерлеріміз дейтін болсақ, әсіресе пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам сол садақалардың арасында білім мәселесіне де көп көңіл бөлгендігін көруімізге болады. Себебі білім туралы айтылған қаншама хадистері бар. Білімді құлды, білімді адамды, мысалы шайтанның азғырмайтынына қатысты, білімді адамның өте күшті адам болатынына байланысты. Демек біз қоғамымызды, болашақ ұрпағымызды жақсы бейнеде қалыптастыру үшін біз білімді арттыруымыз керек. Себебі білімсіз иман да болмайды, білімсіз мәдениет те болмайды, білімсіз өркениет те болмайды. Сондықтан біз егер өзіміздің халқымызға шынайы жанашырлықпен қарайтын болсақ, біз халқымыздың білімін арттыруымыз керек. Бұл білімнің ішінде әрине әсіресе діни білім де өте маңызды. Себебі діни білім халықты адамгершілігі жағынан, көркем мінез жағынан да өте жақсы тәрбиелейді, және ол адамды жауапкершілігінде жақсы сезінуге, соған жақсы үйретеді. Сондықтан біз әсіресе осы қазір Нұр Мүбарак университеті біздің еліміздегі дара, жалғыз осы дін тұрғысынан білім беретін жоғары оқу орны дейміз ғой. Енді осы жерге келіп жатқан жастарымыздың саны көбейетін болса, әрине бұл біздің халқымызды артқа қарай тартпайды, қайта керісінше адамгершілік жағынан, рухани баю жағынан алға қарай жетелейтін бір білім ордасы деп айтуымызға болады. Сондықтан да біз мынау қай жерге садақамды берсем болады екен деп ізденіп жүрген адамдарға тура өзіміздің Нұр Мүбарак университетіне, Қазақстандағы жалғыз осындай бір оқу орнына сіздер садақаларыңызды берсеңіздер, әрі ол садақа жария болады, сауабы үздіксіз жалғасатын, әрі сіз білімге бұл жерде бір үлес қосқан боласыз, болашақ ұрпақтың жарқын болашағына үлес қосқан боласыз, яғни өзіміздің халқымыздың бір игілігіне жұмсаған бір садақаңыз болар еді деп айтуға болады. Яғни осы Нұр Мүбарак қоры, осы Нұр Мүбарак қорына садақа жасау арқылы адам өзіне үздіксіз үзілмейтін үздіксіз 3 сауаптан кәдімгідей үлес қосылады, өзіне болашаққа инвестиция деуге болады. Екі дүниелік. Оны тіпті жалпы мынау садақа мәселесінде өте кереметтер бар. Мысалы пайғамбарымызда саллаллаху алейхи вассалам жарты құрмамен болса да садақа беріңіздер дейді ғой. Осы неліктен жарты құрма деп қарауымызға да болады да. Алла тағаланың әділдігі бар бұл жерде. Сіз мысалы бір адам, өте бай адам, бір жерге мысалы оның дейік 10 миллиондық бір 10 миллион долларлық бір жаңағы өзінің бюджеті бар дейік та, ол адамның бір қазынасы бар, байлығы бар дейік. Сол 10 миллион долларлық өзінің сондай қаражаты бар адам 1 миллион долларын бір жерге садақаға берсе, ол оның қанша процентін берді? 10-нан 1% берді. Ал жарты құрмасын өз қалтасында еш нәрсесі жоқ, қалтасын қарады, біреулерге бір нәрсе керек болып тұр, көмегім ретінде деп сол қалтасынан құрмасын бөліп беретін болса, ол 50%-ін берген болады байлығының. Сонда жарты құрма байлықтың анау кедей кісінің 50%-ін бергені болады, ал ананікі 1% бергені болады. Сонда пайғамбарымыздың жаңа хадисінде айтқаны өте бір керемет мәселені негіз логика жағынан қарайтын болсаңыз, демек біз аз да болса барынша садақа беруге тырысуымыз керек. Ол Алла тағаланың құзырында ертең сіздің алдыңызда ұқыт тауы секілді шығуы мүмкін. Жақсы, керемет. Жалпы осы арада біздің енді осы ортада жүргендіктен, жалпы мен өзім журналист ретінде әртүрлі орталарда араласқандықтан, жалпы енді елдің болашағы бұл имандылықпен тікелей байланысты екенін ол әу бастан көзіміз әбден жетті. Мысалға да өйткені қазір елімізді, біздің мемлекет зайырлы, біз Европаға еліктейміз, басқа қыламыз деген секілді әркімнің көзқарастары, әркім өз білгенімен жаңағы болашақты болжағысы келіп жатады. Ал енді бұл арада мысалға менің қуанатыным, жалпы осы біздің Нұр Мүбарак университетіне мына келушілердің арасында, әсіресе жас талапкерлердің арасында мынау
қыздар қауымы көбірек болып тұр да. Енді бір қарасаң грантқа түсетін кезде ол да бір таңдау мәселесіне келгенде қиын. Өйткені бұл жерден бітірген негізі ұстаздардың көбірек болғаны жақсы. Өйткені қыз бала ол қанша дегенмен тұрмысқа шығады, үйдің мәселесімен кетеді деген секілді. Бірақ қыздардың білімге деген құштарлығы жоғары болып тұр да. Осы тұрғыдан келгенде ойлаймын мен, мысалға біздің шын мәнде халқымыз қолдайтын болса, мысалы қыздардың да көбірек білім алып, ертең салиқалы ұрпақтың көбеюіне бұл да бір жағынан әсер етеді. Ол мүмкін ұстаз болмауы мүмкін, отбасында қалуы мүмкін, бірақ оның білімі, бірақ мүмкін ол ертең ғұлама, елімізді басқаратын бір мүмкін президент тәрбиелейтін шығар деген секілді. Осыған байланысты өзіңіз де куәсіз ғой, жалпы енді мына шәкірттердің арасында ер балалар мен қыз балалардың зеректігінде сіз не айтар едіңіз? Әрине, кез келген қоғамда бұл әйел адамның қоғамның жалпы болашағы қандай болады, бұл әйелдің жағдайына қарап көруге болады. Егер ол әйел мәдениеті төмен, мысалы қоғамда әйелдердің мәдениеті төмен болатын болса, білімі төмен болатын болса, оның болашақта ол қоғам бәрі сол төмен мәдениетте, төмен білімде қалады. Неліктен? Себебі ана бұл үйдің де қоғамның да ең негізгі тәрбиелеушісі. Сондықтан ананың қолында өскен бала, ол анадан үйренеді көп нәрсені. Ананың білімі жоғары болса, баланың да білімге деген құштарлығы болады, білімді алуға қабілеті болады ол баланың. Ананың мәдениеті жоғары болатын болса, адамгершілігі мол болатын болса, оның құшағында өскен баланың да адамгершілігі мол, мәдениеті жоғары болады. Сондықтан кез келген қоғамды сіз бұзу үшін әйелін бұзса жеткілікті. Негізі әйел қауымын бұзса, ол қоғам тез бұзылады. Әйел қауымының деңгейін көтеретін болса, мәдениетін көтеретін болса, онда ол қауымда, ол қоғамда тез көтеріледі, тез жоғары дәрежеге келеді. Сондықтан да әйелдер біз қоғамда өте маңызды тұлға. Қоғам бұған қатты мән беру керек. Біздің қазақ халқында қыздарымыз өте қайсар, білімге құштарлығы әу бастан бұрыннан біздің қаншама тарихта аналарымыз өтті. Сондықтан біз бұны қазақ қыздарымыздың да осы білімге құштарлығын көріп отырып, оны одан сайын біз қолдауымыз керек. Жаңа өзіңіз айтқандай, шынында бізге шектеулі бір грант беріледі, саны шектеулі. Бұған енді көбінесе қыздар да таласады, ұлдар да таласады, бірақ біз қыздардың да әрине оқығанын, білім алғанын қалаймыз. Себебі жаңа айтқанымыздай, олар біздің бәрі болашақ ұрпағымыздың аналары. Біздің болашағымыз оларда. Жігіттеріміз қандай білімді болу керек, қыздарымыз да сондай білімді болу керек. Біз жігіттеріміз білімді болса бұл жеткілікті, қыздар үйде отырсын демейміз еш уақытта. Ислам дінінде олай айтпаған. Қыздарға да пайғамбарымыздың өзінің кезінде қыздарға, әйел адамдарға пайғамбарымыз өзі бөлек сабақта берген. Әйел адамдардың ішінен қаншама өте Айша анамыздан бастап қаншама ғалым әйелдер шыққан. Демек ислам діні бұны қолдайды. Неліктен жаңа айтқандай сыры бұл әйел адамға көп нәрсе байланысты. Сондықтан біздің қазір университетімізде қыздарымыздың саны көбейіп жатқан әрине бізді қуантады. Бірақ болашақта жастарымыз Нұр-Мүбарак университетіне тапсыруының саны одан сайын артқан сайын, әрине біздің кейде ғимаратымыздың да оған ғимаратымызға студенттеріміздің бәрін оқытуға мүмкіншілігіміз болмауы мүмкін. Бірте-бірте біз бұны көріп те жатырмыз қазір кезеңде. Сондықтан осы жағынан ғимаратымыз жастарымыздың білім алуына өте ыңғайлы, өте соған сай болатын болса, әдейі құба-құп іс, бұл да біздің халқымыздың алдындағы бір міндет деп қарауымызға болады. Жастарымыздың біз көзін ашуымыз керек. Бұлақ көрсең көзің аш дейді ғой. Бір жағынан бұл діни білім, жаңа өзіңіз айтқандай, адамды шынында бұл руханиятын көтеретін, нағыз адамгершілікке тәрбиелейтін сондай білім болғандықтан, ол мейлі үйде отырса да бұл білімді қолданады ертең. Баласына қолданады, қасындағы жақындарына қолданады, тіпті өзінің өміріне де қолданады. Сондықтан қыз балаларымызды біз артқа қарай итермейміз еш уақытта. Олар да білім алсын, олар да жүректерінде иманы өте жоғары болсын. Шын мәнінде біздің қазақ халқының ерекшелігі бұл қыздардың шынымен білімді болғанына ерекше мән берген ғой, қарасаңыз. Сондықтан да біздерге бұл жерде ұлдарға да, қыздарға да барлығына мүмкіндік болу үшін осы Нұр-Мүбарак қорына мысалға садақа қолдау білдіріп отырсаңыз, бұл шынымен де Нұр-Мүбарак университетінің дамуына үлкен қолдау болар еді. Ол бір жағынан адамның өзінің екі дүниелік үлкен бір жаңағы үзілмейтін сауабының
жалғасымы деуге болады расымен де. Ал енді осы қасиетті айларда әсіресе садақаны көбейткеннің қаншалықты маңызы зор осы. Жаңа біз енді оразаны айттық, енді осы садақа мәселесіне тоқталсақ. Мысалы, бізде жалпы мұсылман мәдениетінде зекетті де Рамазан айында беру мәдениеті бар. Негізі зекетті сіз бұл тек қана Рамазан айында берілу керек деген шариғатта ешқандай ондай талап жоқ. Оны сіз өзіңіздің жаңа байлығыңыз, мысалы бір бизнес бастап жатырсыз ба, содан келіп жатқан табыс егер бір жыл болатын болса, ол табысты сіз қай уақытта бастадыңыз, қай уақыттан бастап сізге түсе бастады, содан кейін бір жыл толғаннан кейін ғана сіз беруіңіз керек негізі. Ол мысалы жаздың кезінде немесе әлі Рамазан айы емес уақыт болса, келесі жылы сіз сол уақытта табысыңыздан есептеп жаңа зекетіңізді беруіңіз керек. Бірақ бізде мұсылман мәдениетінде зекетті де Рамазан айында беруге дағдыланған көбінесе. Бұның да сыры неден дейтін болсақ, бұл жаңа Рамазан айында кез келген, тек қана ораза емес, Рамазан айында жасалған барлық жақсылықтың сауаптарының еселеніп жазылуынан, содан барынша біздің мұсылмандарымызда барынша пайдаланып қалуға тырысады. Бұған бұрынғы ғұламалар да солай өсиеттеген, үгіттеген осы Рамазан айында әсіресе зекет беруге. Тек қана Рамазан айы емес, жаңа көріп отырғанымыздай бұл Ережеп айында да солай сауаптар еселенеді, Шағбан айында да. Сондықтан осы 3 айда әсіресе біз барынша қолданып қалуымыз керек қой негізі. Осы 3 айда біз жаңа қоржынымызды барынша толтыруымыз керек. Қоржынымызды неге толтырамыз? Сауапқа толтырамыз. Себебі ертең біз о дүниеге барған кезде бұл мал-мүлкіміздің ешқайсысының қасымызда бармайды. Біздің қасымызға баратын тек қана қоржынымызға толған сол сауаптарымыз, жақсы амалдарымыз ғана, немесе күнәларымыз, Алла сақтасын. Сол жақсы амалдарымызды біз көбінесе 3 айда мен неге де теңеймін. Бір парад кезеңі болатын еді ғой баяғыда. Парадқа шығатын еді ғой бір айтулы күндерде. Парадқа шыққан кезде шеру дейміз ғой, жаңа бейбіт шерулер. Ол жерде не болатын еді? Мерекелік шерулер. Ол жерде біз не істейтін едік? Мысалы, әртүрлі колхоз, совхоздан келгендер өздерінде қандай жетістіктер бар, соның бәрін көрсетуге тырысатын еді ғой. Әр ұйымдар өздерінің жетістіктерін көрсетіп деген секілді. Бізде осы 3 айда өзімізде қандай жетістік бар, соны көрсетуге тырысуымыз керек қой негізі. Біз бүкіл ғаламға осы айда біз мерекелік шеру секілді бізде барынша қандай жақсылық жасай аламыз, сол қабілеттерімізді, сол жақтарымызды барынша көрсетуіміз керек. Алла Тағаланың алдындағы жаңа айтқандай шынайылығымызды дәлелдеу жағынан, және өзімізге де бұл бір пайдалы нәрсе, ақыретімізге де азық жинайтындай. Сондықтан осы біздің зекеттеріміз болсын, немесе беретін нәпіл садақаларымыз болсын, осылардың бәрін осы 3 айларда артығымен беретін болсақ, ол Алла Тағаланың ертең амал дәптерімізде есеп беретін уақытта Алла Тағаланың құзырында ол одан сайын еселеніп біздің алдымыздан шығатын болса, бұл бізге үлкен бір болашаққа құйған бір неміз болады, инвестиция секілді. Керемет, Алла соған нәсіп етсін. Шынымен әрбір қазақ кәдімгідей садақа беретін, тек өзімізбен шектелмей, кәдімгідей өзге мұқтаж мемлекеттерге көмегін беретін сондай кәдімгі мәртебелі мұсылман елдерінен болуды Алла нәсіп етсе. Жалпы енді бұның ішінде зайырлы деген ғой, өйткені қазір әр сөзге мән беріп, жаңағы неге зайырлы демейсің деген сияқты мән беріп атады ғой. Ең бастысы біздің қазақ халқы, бұл мұсылман халқы болғандықтан, біз өзіміздің осы имандылық тұрғысынан, жалпы руханият тұрғысынан айтатын нәрсеміз өте көп. Өйткені шын мәнінде осы білім ортасында жүргендіктен бабаларымыздың орта ғасырда мына әлемдік деңгейде өркениетке қосқан үлесін бұны айтып жеткізу мүмкін емес. Оны зерттейтін ұрпақ өте маңызды, зерттейтін мамандар өте маңызды. Олар мамандар қайдан шығады? Әрине осы біздің Алла қаласа Нұр Мүбарак университетінен. Ал енді осы тұрғыдан жаңағы бір сауалым, мысалға әйел адамның мешіті, үйі деп жатады ғой. Бірақ енді діннен бейхабар әйел адам қайқа барғысы келеді, мысалға да не істегісі келеді. Ол да бір сауап, Аллаға қарай қадам жасағысы келеді. Осыған не айтасыз? Діни білімді қайдан үйренуіне болады дейсіз ғой. Әрине біздің енді қазір Қазақстан мұсылмандар діни басқармасына қарасты мешіттеріміздің барлығында әйел кісілерге арналған сауат ашу курстары болсын, сабақтары болсын, ол жерлерде жүргізіліп жатыр. Сондықтан біз садақаны жаңа айттық қой, садақаны беретін кезде де дұрыс жерді іздестіріп,
тауып алаяқтықтарға ұрынып қалмайтындай біз садақаларымызды беруге, сенімді жерлерді тауып, сенімді жерлерге садақамызды беруге тырысуымыз керек. Себебі бұған біздің ақылымыз да жетеді, іздестіру қабілетіміз де жетеді, біліміміз де жетеді. Қазір мүмкіншіліктер бар бұны қарауға, іздестіруге. Сол секілді білім алатын кезде де біз дұрыс білімді қайдан ала аламын деп біз іздестіруіміз керек. Енді осындай ізденісте жүрген әйелдер болатын болса, әрине осы мешіттерімізді айтуға болады. Оның тысында қазір Инстаграмда енді онлайн сабақ өткізіп жатқан, неше түрлі өздеріне шақырып жатқан адамдар көп қой. Оның қайсының діни білімі дұрыс, қайсының діни білімі дұрыс емес, оны қарапайым халық ажырата алмауы мүмкін. Сондықтан біз осындай біздің Нұр Мүбарак секілді оқу орындары өте білім жаңағы сенімді жер болғандықтан, себебі мемлекет тарапынан бұл танылған, лицензиясы бар, сертификаттары бар, кәдімгі білім беруге рұқсат етілген жерлер, және бұл жердегі білімдердің бәрі өзіміздің Қазақстан Республикасындағы заңдарға, ережелерге бәріне сай болғандықтан, осындай жерлерден келіп жастарымыз білім алса, ол кезеңде діни білімді қайдан алып жатырмын деп ата-анасы да уайымдамауға болады. Және біздің өзіміздің университетімізде жаңа онлайн қазір сабақтарымыз да ашылып жатыр. Сол жерлерден алуға болады сабақтарды. Яғни білімді де демек алатын кезімізде қазіргі ана басында айтқан сөзімізге байланысты ғой. Яғни қайсы дұрыс, қайсы бұрыс кейде ажырата алмай қалатындай сондай бір кезеңде өмір сүріп жатқанымызда біз барынша ізденіп, сенімді жерден алуға тырысуымыз керек білімді. Жақсы, Құдай қаласа, енді өзіңіздей ұстазымыздың шәкірті өте көп болсын. Алла қаласа, жалпы енді сізбен қозғайтын тақырып өте көп. Өйткені шын мәнінде халықтың арасында бұл имандылыққа байланысты, дінімізге байланысты сұрақтар, руханиятқа байланысты сұрақтар өте көп. Алдағы уақытта жақсы сұхбаттар болады деген сенімдеміз, үміттеміз. Құдай қаласа. Енді бүгінгі сұхбаттың өзі Ережеп, Шағбан және қасиетті Рамазан айына байланысты, осы құлшылыққа байланысты не істеймін деген көрермендерге өз пайдасын тиеді деген сенімдеміз. Енді көрерменге өзіңіз не айтасыз? Енді шынында қазір мынау осы айлардың ішінде қазір алдымызда Мираж түні келе жатыр. Одан кейін Бәраат түніміз бар. Одан кейін Рамазанымыз басталады. Ар жағында ең соңы Рамазанымыздың финал жағында Қадір түніміз бар деген секілді. Одан кейін айтымыз бар. Ар жағында осының бәрін тойлайтын, бір қуанышқа кенелетін сондай бір айт кезеңі бар. Міне осы кезеңдердің барлығын біз қадірін біліп, қазіргі осы кезеңдерге сондай бір жақсы қабылдап, осы кезеңдерде мен барынша не жасай аламын деп адам өзіне өзі бір жоспар құрып, саналы түрде бір амалдар жасайтын болса, кез келген амалы, жақсы амалдарының бәрі ол құлшылыққа айналатынына, біз бұл дінімізде амалдар ниетке байланысты деген хадисіміз бар ғой, соған байланысты өмірін құлшылыққа айналдыруға болатын бір кезеңдер осы кезеңдерде. Осы кезеңдерде енді халқымызға, көрермендерімізге тілейтініміз, осы кезеңдерді біз бос өткізіп алмайық. Осы кезеңдерде мысалы тіпті Мираж түнінің өзі бір мұсылмандардың өмірінде жаңа бір кезеңнің, жаңа бір дәуірдің басталған бір кезеңі секілді болды. Себебі пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам Хадиша анамыз қайтыс болды, көкесі қайтыс болды, одан Таифқа барды, ол жерден пана таппады өзіне. Сөйтіп қиналып жүрген кезінде Алла тағала кез келген қиыншылықтың артында бір жеңілдігін, бір қуанышын беретін секілді, сондай Миражға шығару арқылы Алла тағала үлкен бір қуаныш сыйлап, және сол Мираждан қайтып келген кезінде 5 уақыт намаздың парыз болуы, Мираждан келгеннен кейін арғай мұсылмандардың өмірінде жаңа бір белестің басталуы, Мәдина кезеңінің басталуы деген секілді, біздің де осы қазіргі уақыттарымыз, ерекше уақыттарымыз біздің өмірімізде сондай бір жаңа белестерді бастататын, жаңа кезеңдерді бастататын бізге көрсетіп тұрған бір уақыттар. Сол уақыттар арқылы дұрыс пайдаланып қалайық дейсіз ғой. Дұрыс пайдаланып қалайық. Садақамыз болсын, намаздарымыз болсын, оразаларымыз болсын, дұға жасап жатқан дұға зікірлеріміз болсын, және ең бастысы өзіміздің адамгершілік қасиеттерімізді барынша осы уақытта біз саралап, есептеп,
не жасап жатырмын, не жасауға тағы да шамам келеді деп өзімізді сондай бір жүйеге келтіретін, тәртіпке келтіретін сондай бір кезең деп айтуға болады. Иншалла Алла тағала ар жағында Рамазанға жеткізсін. Рамазандағы тек қана есебін Алла тағала білетін сондай бір жақсылықтарға жетуді бізге Алла тағала нәсіп етсін. Амин, айтқаныңыз келсін. Дегенмен менде тағы да бір сұрақ туындап тұр. Өйткені Алла қаласа жалпы айтады ғой, Рамазан несімен қасиетті, өйткені ол да Құран түскен ай. Ал Құран түскен ол қадір түн, мысалға соңғы 10 күндіктен іздейміз да. Сол күні сол түннен құр қалмайық деп, мысалға соңғы 10 күндікті ихтикафта өткізіп, немесе барынша бүгін қадір түні ме екен деп сөйтіп, қазір біраз адам содан хабардар. Ал енді жалпы бір хадисте 5 түн бар, онда дұғалар кері қайтарылмайды дейді. Ережеп айының алғашқы түні, және бұл Шағбан айының жартысындағы түн, жұма түні, ораза және құрбан айт түндері дейді. Жаңа сізде мына мысалы Миғраж түні туралы айттыңыз. Миғраж түні жайлы ол мысалға діннен бейхабар адамдарға ол бір ертегі сияқты көрінуі мүмкін. Ал енді осындай түндерді қалай өткізген дұрыс? Мысалы қадір түнін көз ілмей түні бойы құлшылықпен өткізу керектігін білеміз. Ал басқа түндері солай жасаған абзал ма, әлде басқаша не бар ма? Мысалы әр түнді өзінің неліктен ол түнде не болды, неліктен ол түн ерекше айтылды, осының бір мағынасына қарауымыз керек та, сол мағынасына сай өткізуге тырысуымыз керек. Мысалы Мираж түні жаңа айтқандай сондай бір қиналып жүрген кезде Алла тағала бір үлкен бір сый сыйлады ғой, енді бір саяхат болды. Миражға шығарды пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды. Қиыншылықтың артынан сондай бір жақсылық болды. Демек Мираж түнінің негізгі біз мұсылмандар алатын ғибраты бұл жерде. Демек біздің өміріміздегі қиыншылықтың артынан міндетті түрде жақсылық болады. Осы сенімді біз Мираж түнінде қатты сезінуіміз керек. Яғни бәріміздің өмірімізде қиыншылық бар. Біреу бала жағынан сыналып жатыр, біреу күйеу жағынан сыналып жатыр, біреу енемен сыналып жатыр, біреу мүмкін өзімен өзі сыналып жатыр деген секілді, денсаулықпен сыналып жатыр. Осы Мираж түнде біз ең бірінші Алла тағаламен осы жағынан сырласатын болсақ, мысалы Аллахым, мен басымда осындай бір қиыншылықтар бар, бірақ Мираж түнде пайғамбарымызға сен қандай жақсылық сыйладың, мен де сенен сондай жақсылықтарды күтемін, Миражда мен соны үміттенемін деп, Мираждың логикасындағы сол нәрселерді жақсы түсінетін болса адам, онда Миражды сіз мүмкін ол жерде 1 сағат отыратын шығарсыз, мүмкін жарты сағат ояу отыратын шығарсыз, бірақ сол арқылы сіз нағыз Мираж түнін өткізген боласыз. Ал бұл жерде бір таңнан түннен кештен таңға дейін міндетті түрде ояу отыру керек деген бір шарттары жоқ. Ең бастысы сіздің шынайы ықыласпен жасайтын нәрсеңіз. Біз әрине бұндай түндерде сол пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам, әсіресе сол Мираж түнінде Мираж оқиғасын бір еске аламыз, пайғамбарымыздың өмірін бір еске аламыз, сол арқылы бір шүкіршілік ретінде салауаттар көп айтып, сол түнде нәпіл намаздарымызды немесе қаза намаздарымызды оқу арқылы, солының күндізінде мүмкін ораза ұстап кешкісін ауыз ашқанда жаңа кері қайтарылмайтын дұғаның біреуі ғой, ауыз ашып жатқан сәтте жасалған дұғалар. Соны пайдаланып қалу арқылы сол түн басталғаннан бастап сондай бір дұғамен бастайтын болсақ, түнімізде тахаджудымыз бар, тахаджуд намазын оқып тағы да Алла тағалаға одан сайын жақындай түсу жолдарын қарастыратын болсақ, міне осының өзі біздікі өмірімізге үлкен бір жаңа серпін беруі мүмкін, жаңа бір бойымызда энергияның пайда болуына, бізді құлшындыратын сондай бір жағдай болуы мүмкін. Барат түні де сондай бір түндер ретінде қарауымыз болады. Қадір түні тіпті Құран кәрімнің туған күні деп те айтуымызға болады. Туған күнін тойлауға сіз анау үйіміздегі балаларымыздың туған күніне де біз бір айдан алдын дайындаламыз ғой. Қазірден бастап біз Құран туған күніне дайындала бастауымыз керек. Негізі Құрандарымызды қазірден бастап оқи бастауымыз керек. Қадір түнінде тіпті біз Құранымызды одан сайын көбірек оқып, Құранға деген бір құрметімізді одан сайын бір тағы да ой елегінен өткізіп, сол Құранның құрметіне Қадір түнінде өте жақсы өткізуге қазірден жоспарлар құруымыз керек. Себебі сіз Рамазанның басқа күндерін бәрін қалай болса солай түндерін өткізіп жүріп, жоқ мен Қадір түнінде керемет өткізем деп соған сеніп жүрсеңіз, сіз өткізе алмайсыз. Себебі оның дайындықтары ерте басталу керек. Ерте сондай дайындықтармен басталмаса, сіз Қадір түнінің қай түн екенін де тіпті сезбей де қалуыңыз мүмкін. Ал Рамазанның басынан бастап соңына дейін Қадір түні болып қалуы мүмкін деген оймен өткізетін болсаңыз, сіз міндетті түрде Қадір түніне дөп келген боласыз.
сондықтан соны қазірден жоспарлап біз соған қарай дайындықтарымызды бастайтын болсақ иншалла қадір түнінен де құр қалмаған боламыз. Жалпы мына барат түніне байланысты, барат түнінде мысалы қасиетті Құранның лаухул махфузға түскен түні деп те мысалға естіледі. Ол ең алғашқы мен осы туралы естіген кезде жаңағы қойдың үстінде қанша жүн болса, адамның соншалықты күнәсі болса, сол да кешіріледі деп, яғни көкке түскен түн деп сондай бір бала кезімде соны есімде қалып қойған ғой қатты. Соны жаңағы бұл не деген ғажап түн деп мен үшін бір ертегі әлемі секілді көрінді да. Ал енді кейіннен одан қадір түннің мысалға да жерге түскен түні. Осы енді барат түн қалай өткіземіз дегенге қысқаша айтып өтсеңіз. Жаңағы хадисте де сіз өзіңіз айта кеттіңіз ғой, барат түн шағбанның ортасындағы түн, дұғалар кері қайтарылмайтын түндердің біреуі. Сондықтан дұғалар кері қайтарылмайтын түн болғандықтан біз барынша бұл түндерді дұғаларымызды жасауымыз керек. Бұл дұғаларға да алдын ала дайындалып қоюымыз керек деп айтар едім. Яғни не тілейсіз, дұғаңызда не айтасыз, соның бәрін адам алдына ала жоспарлап, осы түні сол дұғаларыңыз жасайтын болсаңыз, шағбанның ортасындағы түнде, барат түнде ол дұғалар кері қайтарылмайтындығы пайғамбарымыздың хадисінде айтылған. Мына хадисте бірақ қадір түні туралы айтылмаған да, бірақ демек ол қасиетті Рамазанның әр түні. Иә. Қасиетті екенін. Иә. Қадір түніне байланысты бөлек айтылған хадистер бар. Сондықтан біз сол хадистерге де сүйене отырып, қадір түнінде осындай өте дұғалардың кері қайтарылмайтын түн екенін, қадір түнінде біз солай қабылдаймыз. Ал қадір түннің қай түн екенін біз ешқайсымыз білмейміз, тек қана пайғамбарымыздың кейбір хадистеріне қарап болжауымыз мүмкін. Ал бірақ ол хадистерінің өзінде де тура сол түндер деп те айтылмаған. Сондықтан бұл адамды әрдайым ізденіске талпындыратын бір мәселе ғой. Ал сіз ізденуді сол Рамазанның бірінші күнінен бастауыңыз керек. Ана 30-шы күнге дейін солай ізденетін болсаңыз, сіз қадір түніне міндетті түрде басыңыздан өткен болады қадір түні. Керемет. Алла разы болсын сізге, Алла жар болсын, екі дүниенің нығметін бөлеп қойсын отбасыңызға, бүкіл өрім-бұтағыңызға. Алла тағала осы шынымен нығметтерін екі дүниенің бағын үйіп төксін. Бар жақсылық тілеймін көрермендер атынан да. Сізге көп рахмет. Алдағы уақытта өте жақсы сауалдар мен сұхбаттармен жүздесеміз деген үміттемін. Алла жар болсын. Қымбатты көрермендер, бүгінгі тақырып, бүгінгі подкастымыз сіздерге де және жеке менің өзіме де өте пайдалы болды. Алла қаласа осы айтылған Шамшат ұстазымыздың айтқан барлық ақпараттарын өмірлеріңізде пайдаланып, өздеріңіздің тіршіліктеріңізге қолдансаңыздар, бұл әлбетте оның екі дүниелік сауабы да нығметі болатыны сөзсіз. Сол аман болайық, алдағы уақытта жақсы осындай сұхбаттарда жүздесеміз деген үміттеміз. Ең бастысы пікірлеріңізді жазып, бізді қолдай кетіңіздер. Аман сау болыңыздар.